Құрметті оқушылар, сәлеметсіздер ме? Қазір мен сіздермен кеңістіктегі нүктенің координаталарын сәл ғана түсіндіріп өтуге тырысамын сіздерге. Айталық, бізге міне кеңістікте 3, 4, 7 деген координаталармен А деген нүктесі берілген дейді. Енді осыны салудан көптеген оқушылар қиналады. Енді бұндай жерде қиналатын ештеңе жоқ. Себебі бұл жерде 3, 4 былай елестетсек болады. Ені 3, ұзындығы табанның ені 3, ұзындығы 4, биіктігі 7-ге тең болатын параллелепипедті сала алсақ, онда біз А нүктесін таба аламыз деген сөз. Міне, сонымен мына суретке қарайықшы, міне бізге міне 3, 4, 7 деді ғой координаттары. Демек, сол 3, 4, 7-ні сала алсақ болды міне. Міне, демек бізде параллелепипедтің табанның ені 3 бірлік деген сөз. 3 бірлік. Ұзындығы 4 бірлік, не? Мынасы 4 бірлік. Ал биіктігі 7 бірлік, міне. Мына ора 7 бірлік. Мынау 7 бірлік. Міне, осы параллелепипедті сала алсақ, біз онда А нүктесін таба аламыз деген сөз. Демек, біздің берілген А нүктеміз мына жерде тұр. Демек, А нүктесінің координаты мынау 3, 4, 7. Яғни, бұл жерде маңызды нәрсе, мынау бірінші тұрған элемент ол X, мынау Y, мынау Z. Кеңістікте үшінші координата енеді, ол Z аппликата деп аталады. Онға дейінгі X пен Y-ті білесіздер, абсцисса мен ордината. Демек, кеңістіктегі нүктенің 3 координатасы болады, олар сол үшеуі бойынша орналастырамыз. Енді маңызды кейбір кітаптарда, кейбір түсіндірмелерде мына осьті X, мына осьті Y дейді. Енді кімге қалай ыңғайлы? Мен өзім осылай салғанды ыңғайлы деп санаймын. Сол себепті осылай салдым. Ұнап жатқан зет. Енді бірінші сұрақ болды. Екінші сұрақ, оқушыларда егерде теріс болса дейді. Теріс болса да, егерде қандай да бір нүктенің координаты теріс болса қалай салам деген сұрақ туындайды. Қиындап кетеді. Ешқандай да қиналатын. Ең басты нәрсе мына біздің координаталар басы. Оның нүкте 0, 0, 0. Бұның координаттары. Демек, біз осы кез келген теріс болса да мен әлгі нені параллелепипедті сол жерден бастап алсақ, мысалға міне -2, 3, 4 деген координатамен нүкте берілген бұл нүктесі. Енді оны қалай саламыз десе, жаңағы тағы да ешқандай қиындығы жоқ. Бізде табанның ені 2 бірлік, ұзындығы 3 бірлік, биіктігі 4 бірлік параллелепипед. Тек қана мен ол мына координаталар басын, мына жаңа параллелепипед бер жақта тұрса, бірінші ширекте дейміз, бұны. Мұнарда мына фигураны мына жаққа орналастыру себебі бізде X -2 бірлік. Қалғанында сол параллелепипедтің өзі тұр. Ал енді мына В нүктесінің координаты -2, 3, 4 деп тұр ғой. Демек, В нүктеміз мына жерде тұр деген сөз. Міне. Мынасы -2, X, Y 3, биіктігі 4 бірлік. Мынасы 4 бірлік, мынасы 2 бірлік, мынасы 3 бірлік деген сөз ғой. Міне. Демек, В нүктесі мына жерге келді деген сөз. Бұл екінші сұрақ болған. Үшінші сұрақ, енді осы кеңістіктегі нүктелерді орналастырғаннан кейін кеңістіктегі вектор деген нәрсе пайда болады. Вектордың ішіндегі сол ең ғажап векторлары ол радиус вектор деп аталады. Радиус вектор дегеніміз ол мына координаталар басынан басталатын қандай да бір нүкте. Мысалы, мына нүктенің координаты, А нүктесінің координаты 3, 4, 7. Мысалы, бізге ОА радиус векторының координатын тап десе. ОА радиус вектор. Бұл радиус вектор болып табылады, себебі мына неміз мына вектор, кез келген вектор дейміз ғой, міне. Вектордың мынау басы, мынау ұшы. Басы мына координаталар басында жататын
Ал ұшы қандай да бір нүкте болатын векторды радиус вектор деп атаймыз. Міне сол кезде мынау бізде вектор. Міне оға радиус вектор. Енді оға радиус векторының координатын қалай табамыз десе, бұл жерде қиналатын еш нәрсе жоқ. Мына А нүктесінің координаттары 3, 4, 7 болды ғой. Енді осы 4, 7-ні кәдімгі радиусына жазықтықтадағы вектор екі нүктенің координаталары белгілі болса, оның вектордың координатын қалай табушы? Мына ұшынан басын алатын, ұшының координатынан басының координатын аламыз. Демек бізде ұшының координаттары 3, 3-тен 0-ді алсақ ол 3 болады. Y-ге 4, 4-тен мына 0-ді алсақ 4 болады. 7-тен 0-ді алсақ 7 болады. Мынау сол кезде оға деген радиус векторының координаталары. Енді өсіру, басқа айтқанда параллелепипедтің диагоналін табу үшін бізде Пифагордың жалпыланған теоремасы болады. Мынаның квадраты қосу, мынаның квадраты қосу, мынаның квадраты. Демек оға деген жаңағы вектордың радиусын табу үшін, векторлық радиустың ұзындығын табу үшін біз мынаны квадрат, мына квадраттап қосамыз. Демек мынаны ұзын табу үшін 3-тің квадраты плюс 4-тің квадраты плюс 7-нің квадраты. Демек радиус вектордың ұзындығын табу үшін осы операцияны орындасақ жеткілікті екен. Демек 9-ға 16, 25, 25-ке 49-ды қосатын болсақ, 25-ке 49-ды қосатын болсақ 4, 1 ой, 6, 7 ме? Осындай. Енді бұл радиус вектор болды. Енді кез келген вектор, мысалға мынау арадағы нүктені біз V дейтін болсақ, бұл V нүктесінің координаты нешеге тең деген сөз? Координаты x 3, y жоқ, мына x, o, z деген жазықтықта жатыр, сондықтан y 0, ал z 7. Енді мысалға осы бір OV деген радиус векторының ұзындығы неге тең болушы? Мынарда OV деген радиус. OV деген вектор пайда болды ғой, ол вектор. Оны радиус вектор дейміз, себебі координаталар басынан басталып тұр. Ондайша OV векторының координатасы неге тең болады екен? Вектордың координаталарын біз былай тік немен жазамыз. Демек ұшынан басын аламыз. 3, 0, 7 болады. Енді бұның да ұзындығын табуға болады. Осы радиус вектор дегеніміз осы.